Ассалаумағалейкум. Келіннің сәлем салуы қазақтың тәлім тәрбиесінен туындаған дүние. Ата-енеге деген құрметтілікті білдіреді. Шариғат бұны міндеттемегенімен, оған қайшы емес. Пайғамбарымыз бір хадисінде мен шын мәнінде көркем мінездерді толықтыру үшін жіберілдім деген. Сондықтан да аталмыш әрекет әдептіліктің сый құрметтің нышаны ретінде қаралатындықтан және де шариғатқа қайшы келмегендіктен оның ешқандай күнәсі жоқ деп айтуға болады. Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда көптеген ата-ене мен келіннің арасында түсініспеушіліктер мен жанжалдар болып жатады. Оның бірден бір себебі арада сый құрметтің жоқтығынан. Аталмыш салт дәстүр келіннің сәлем салуы осы арадағы кішіпейілдік пен сый құрметтің артуына септігін тигізетін факторлардың бірі. Сол себепті осындай бір қазақтың тәрбиелік мағынасы бар салт дәстүрін жоққа шығармай, оны пайдаға асырған жөн деп айтуға болады. Осыған орай айта кетелік ақпарат. Әл-Мақсидидің Әл-Адабу Шариға кітабында Омар сахабаның Шам өлкесіне барған кезде оған өзге дін өкілдері иіліп сәлем бергені айтылады. Сол кезде Омар саха олардың бұл әрекетін тыймаған. Осы дерекке сүйеніп, азап иіліп сәлем беру бұл харам емес деген үкім шығаруға болады.